Таңызға қайырлы күн. Қазір сіздермен бірге уголоктың отыратын шетін жақсылап жинастырып алатын боламыз. Өйткені ол жер үнемі бізде шашылып отырады. Бұл жолы енді вообще шашылып кеткен ғой ол жақ. Не бар, не жоқ екенін білмейсің. Шын айтқанда әйтеуір іші араласып жатыр. Ішінде қағаздар да бар, жаңағыдай менің заттарым да бар жартылай. Солардың барлығын реттестіріп қоймасам, кеше бір зат іздеген кезде мүлдем таба алмадым ішінен. Ішіндегісінің барлығы әйтеуір сыртқа шығайын деп тұр ғой. Біраз болды ішіне жинамағаныма. Қарамаймын да, ештеңе қылмаймын да, әйтеуір керек емес затымызды салып жатырық, керекті затымызды алып жатырық, әйтеуір ішін жинамай солайынан әйтеуір қалай солай қойып жатырмын. Соны кішкене реттестіріп қоймасам тағы да болмайды. Бізде енді ауа райы өте керемет, күшті, прям дала ыстық. Үйдегі отопленияны өшіріп тастадық, өйткені үйдің іші кәдімгідей ысып кетіп жатыр. Кезі центрге барып келдім, налог төлеп келдім. Өздеріңіз білесіздер, қазір енді машинаға налог шығып жатыр. Бізде енді 11 мың ба 12 мыңдай шықты енді, өйткені бізде 2 машина болған болатын. Алдындағы машинаның налогы келген, ал осы кейінгі алған машинаның налогы жаңында келмеген. Өйткені мен инвалидті алғаннан кейін оған жаңдай налог төлемеймін. Алдындағы машина бізде тіркелмеген мен атымда, сондықтан оған жаңдай налог келіп тұр. Енді соны төлейтін боламыз, кейін ол автоматически өзі жойылып кететін болады. Одан кейін өзіміздің айдап жүрген машинамыз орнына тұратын болады. Кейбір машиналарға енді өте көп налог келіп жатыр, прям миға сыймайтындай налог келіп жатыр. Мен көрген кезде вообще таңғалып қалдым. Біздікі ондай емес, біздікі енді өте кішкентай машина. В общем, көп адамдар негізі очередьте тұр. Мен сияқты көбісі түсінбеген, сол сұрау үшін жаңағыдай налогыға барған екен. Менде солай болды. Менде де түсініксіз болғаннан кейін мен де барып налогыдан сұрадым. В общем, түсіндім. Сонымен үйге келіп төлеп тастадық. В общем, қазір енді сіздермен бірге мына жерді жинайтын болам. Одан кейін жинаған кезде музыка қоятын болам. Енді біздің үйде қазір кішігірім қонақтар жүр. Мен қазір озвучка жасай алмаймын. Маған қанша дегенде кедергі жасайды. Оның үстінен енді қонақтарды білесіздер, күтіп алу, қарсы алу дегендей оларға көп внимание керек. Қазір қонақтар енді ары-бері қыдырып жүрген кезде сіздерге осылай кішігірім түсіріп алмақшымын. Қазір сіздермен бірге осы жерді жинаймыз, одан кейін үйді пылесостап алатын боламыз жақсылап. Барлығын жақсылап жинастырып қойдық. Одан кейін мына бір несі отыратын орында қайта-қайта түсіп кете береді. Бұны ұстайтын ештеңе жоқ. Мына коробканың ішін жақсылап жинастырып алдым. Орын-орнына қойдым барлығын. Ішінде енді кішкене проводтар бар. Оларды тастайын ба, тастамайын ба деген екі ойлы болды. Одан кейін іздеп қалатын шығар деген оймен қайтадан барлығын салып қойдым. Одан кейін мына жерде бізде майда шүйде свет газдікі, осы жерге жинап қоям. Одан кейін майда шүйде кілттер бар. Енді ол қандай кілттер екенін білмеймін, шын айтсам. Оларды осы жерге салып қойдым. Кейін сұрастыратын болам, қандай кілттер керек па, керек емес па, оны көретін боламыз. Одан кейін мінекей майлықтарымды жақсылап орнына салып қойдым. Барлығы шығып кеткен үшін жақсылап шағын сүртіп алдым. Мінекей енді әп-әдемі тап-таза болып қалды.
өте жақсылап присутствовать болдым, өйткені мына жердің барлығы нанның қоқымы болып кетті. Менде гүлімді ана бұрышқа қойып қоямын кешке таман, өйткені терезеге мүлдем сыймайды. Таңертең мына жерге өте қатты күн түседі. Гүлімнің жапырағын күйдіріп тастайма деп, содан кейін сол жаққа қойып қоятын болғанмын. Мына терезеге енді жайменен ішінен тағы да бір перде ілу керек, өйткені біз таңертең осы жақта ұйықтаймыз ғой. Күн кәдімгідей көзіңе күн түседі, ұйықтай алмайсың. Мен пылесостадық, тамақты істеп қойдым, в общем, енді үйдегілерді күтетін боламыз. Енді видеомды жайменен аяқтайын. Енді кішігірім өйстіп түсіріп жатырмын. Содан кейін сіздермен бірге күнделікті влог түсіретін боламын. Арасында енді үй жинауда болып тұрады. Осындай үйді реттестіріп, барлығын жақсылап, жаңағыдай жинап алу әлі де болады. Барлық күн біз тағы да Фазендаға бара жатырық. Бұл жолы туған күнге бара жатырық. В общем, папамыз магазинге кіріп кетті. Қазір напиток алып келетін болады. Напитокке заказ берген болатын. Мен кірген жоқ магазинге, маған алатын ештеңке жоқ ол жақта. Сонымен машинада отырмын. Қолыма телефонды алып, кішкене влог түсірген іштедім. Шырғамды тағып алдым, в общем. Бағана мен магазин аралаған болатын, ары-бері шыққан болатын, сонымен сырға таға салған болатын. Бірінші күн таққан кезде как-то маған қатты ауыр болып тиді да, осы күміс. Кәдімгідей бір ауыр сияқты болып көрінді. Енді бүгін тақсам, ешқандай ауырлығы жоқ, білінбейді, керемет. Прям күшті, күнге шыққанда вообще күшті насырға, прям жылтырайды, кәдімгідей бриллиант сияқты. Өзім бриллиантты негізі жақсы көремін, шын айтқанда. Сонымен осыған қызығып алған болатым, сондай жылтырағанына, бриллиантқа ұқсағанына солайынан алған болатынмын. Қайынсайымыз келген болатын Алматы қаласынан, сонымен солармен бірге жүр. Пока енді үйге қайтқысы жоқ сияқты ғой Алматының, в общем, сондай. Ага. Даладегі күшті болып тұр прям. Біз мына жерге тоқтадық та, и мынандай
майда гүлдер өсіп отыр мінекей аяқтың астында. Міне қазір камераны кетемін. Ақ гүлдерді қара.